Сүйіскенде тұрған не бар демеңіздер, сол үшін біреу жұмыстан кетті. Салах Сауд Арабиясына қосылу үшін тағы да келісім жасауға дайын. Магуайр тағы да жұртты жерге қаратты. Осы ақпараттар бүгін сіздер үшін арнайы әзірленді. Достар, ұнаса лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып қойыңыздар. Ең бастысы бізбен бірге болыңыздар. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығарамыз. Ал енді біз көп созбаймыз, әдептен озбаймыз, бастаймыз. Кеттік! Испания ұлттық құрамасының организаторлық мүшесінің бастығы Луис Испания ұлттық құрамасы чемпион болғанда Дженер Моссаның ерінінен сүйіп алғаны естеріңізде шығар. Осыған байланысты енді дау көтеріліп кетті. Осының бәрін байқаған Луис орнын босатқан екен. Қазіргі таңда Испания футбол федерациясына мүлдем алыс жұмыс жасамайды. Оны енді Шеферин қуып жерді деген ақпараттар да бар. УЕФАның президенті Шеферин Луисқа орныңды жаймен босата сал. Егер де сен осы жерде қалатын болсаң, Испанияны 2024 жылғы әлем чемпионатында көрмейсің деген екен. Ақпараттарға сүйенетін болсақ, осындай әңгімелер таралған. Бірақ та енді Луис бұнымен құтылмайды. Жалпы прокуратураға бірнеше арыз жазылған екен. Бұл енді дұрыс емес нәрсе, және зорлық-зомбылықтың қатарына да жатқызуға болады, ел алдында сүйіскен үшін деп. Бұған арыз жазып жатқандар да көп екен. Бірақ та енді Джоньер Моссаның бір жері қисайып, өкпелеп жүргенін байқамайсың. Джоньер Мосса да көңілді, Луис та жарқырап жүр. Енді болған бола бір соттап жібереді деген әңгіме жоқ. Бірақ та бір жаза қолданғанның өзінде азғантай айыппұл салатын шығар, басқа еш нәрсе болмайды. Бірақ та Луис осының кесірінен қазір жұмыссыз орнын босатты. Германия ұлттық құрамасы әлі де өздеріне бас бапкер қарастыруда, бірақ та таба алмауда. Мэтт Лоу атты журналистің, тілшінің айтуынша, Германия ұлттық құрамасының жаңа бапкері Матиас болуы мүмкін дейді. Бұл Матиасты енді біразы танымайтында шығар, бірақ та кезінде Дортмундтық Боруссиямен өте керемет ойын деңгейін көрсеткен бапкер, және де Бавария клубында спорттық директор болып жұмыс жасап, ол жерде де біраз жетістіктерге жеткен, әдемі жұмысымен, жақсы жұмысымен талайды таңғалдырған бапкерлердің бірі деп айтуға болатын шығар. Ал енді Юлиан Нагельсман ғой негізгі мақсат. Юлиан Нагельсман да келмей қойса, Матиас да келмей қойса, енді Юрген Клопп па деп отыр Германия ұлттық құрамасы. Бірақ та Юрген Клопп дәл қазіргі сәтте Ливерпульді тастап кетпейді дегенге біз сенеміз. Ал енді екі жақты бірдей баптағанға келісе қоймайды. Сондықтан да дәл қазір Юрген Клопп Бавария үшін қате таңдау болып саналады. Себебі Юрген Клопп қазір бармайды. Бірақ та өзі Юрген Клопптың бір сұхбатында айтқаны бар: мен өзімнің ұлттық құрамамды баптағым келеді негізінде болашақта деп. Бірақ та болашақта, ол дәл қазір емес. Ливерпульдің әңгімесін жалғастыра кетсек, Мұхаммед Салахты қалайда Сауд Арабиясы аламыз деп шешім қабылдап отыр. Енді 200 миллион евро ұсынған кезде сатпай қойды, себебі басты жұлдыздарын дәл қазір ешқайда жібергісі келмеді. Юрген Клопп керек десеңіздер, егер Салахты сатып жіберсеңдер, мен мына жерде бапкерлік жасамаймын, кетемін деп шағым жасаған екен басшыларға. Енді осылай қорқытпаса сатып жіберуге де дайын еді. Бірақ та Салахты келесі маусымда сататын шығармыз деген ойда отыр екен Ливерпуль клубының басшылары. Ал енді келесі маусым болсын, қай кезде болсын, қандай да бір мүмкіндік туады, сонда біз Салахты қатарымызға қалайда қосамыз деді. Біз Салахқа есікті жаппаймыз, Салахтан бас тартпаймыз деп отыр Аль-Иттихад клубы. Ал енді оның орнына негізінде келесі маусымда алғысы келіп отырған, көздеп отырған скауттардың ойыншысы ол Бойын, осы Вест Хэм клубының шабуылшысын қатарларына қосқысы келеді. Бұл да допсызда ашыла білетін шабуылшылардың бірі, үздіктердің бірі, және де оны клуб ары қарай аша алады, Ливерпульға көмектесетін мықты ойыншылардың бірі болады деп санайды. Енді Салахтың деңгейінде емес әрине Бойын, бірақ та Салах та Ливерпульға келгенде сұмдық емес еді. Сондықтан да Бойын да ертең Салах сияқты Ливерпульдің басты жұлдызы болып кетуі мүмкін.
Ұлттық құраманың ойындарын қараған, бақылаған өте қызық, әсіресе ол жерде Харри Магуайр жүретін болса. Харри Магуайр қосалқы құрамнан шыққан болатын. Шотландия ұлттық құрамасы мен Англия ұлттық құрамасы ойнап жатқан кезде Магуайр шыққаннан кейін 20 минуттың ішінде гол салып үлгерді, бірақ та өзінің қақпасына әдеттегідей. Магуайрдың қателігін қазір кешіре алмайтындай жағдайға жетіп қалды. Себебі қателік деген Магуайрда тұрақтылық болып қалды. Бұны енді қалай өзгертеді, қалай адам болады бұл бала деген сұрақтар бар. Енді психологиялық тұрғыда өзін-өзі жеңе алмай жатқан сияқты Харри Магуайр. Ал енді Испанияға келетін болсақ, Кипрді 6-0 есебімен жеңді. Оның алдында Грузияны 7-1 есебімен жеңді. Жалпы енді талқандап жатыр Испания алдынан шыққан ұлттық құраманың бәрін. Оның ішінде жасындай жарқыраған жап-жас 16 жасар Ямал тағы да керемет өнер көрсетті. Кипрға қарсы барлық қорғаушыларын өзінің дриблингі арқылы шайқап тастады десек те болады. Енді бұл жігіттің қайта-қайта алаңға шығуына ұлттық құрамада Барселона командасы клубы қарсы болып жатыр. Себебі ертең сындырып алуы мүмкін жап-жас ойыншы, сондықтан қайта-қайта алаңға шығармаса екен деген тілек білдіріп отыр, ұсыныстарын тастап отыр. Себебі Фатиді білесіздер, Фати да дәл осы Ямал сияқты еді. Осы жиі-жиі алаңға шыққан кезінен жастайынан сындырып тастады. Жарақатына байланысты қазір тоқтап қалды. Фати да 10-ші номерді алып Мессидің ізі делінген ойыншылардың бірі еді. Енді ондай нәрсе Ямалмен қайталанбасын деген тілектеміз. Бүгін сіздер үшін арнайы әзірлеген футбол ақпараттары осындай. Ұнаса лайктарыңызды басып арнамызға жазылып отырыңыздар. Себебі біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз. Назарларыңызға рахмет.